Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге құрамында мүлде жұмыртқаны қажет етпейтін, арнайы начинкамен дайындалатын үй жағдайында булочки дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін қайнап тұрған ыстық сүтімізді таза ыдысымызға құямыз. Міндетті түрде сүтіміз қайнап тұрған ыстық сүт болуы керек. Және оның үстіне жарты кесе қантымызды саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Осының барлығын жақсылап тұрып қасықпен араластырамыз. Жаңағы біздің құйған ыстық сүтіміз осы біздің қантымыз бен тұзымызды толықтай ертеді. Міндетті түрде толықтай еру керек. Толық еріп болғаннан кейін біздің сүтіміз өзі жылы болады. Жылы болғаннан кейін біз бір ас қасық дрожж, яғни аштығымызды саламыз. Барлығын тағы да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Оның үстіне бір ас қасық тағы да қопсытқыш қосамыз. Міндетті түрде қопсытқыш қосыңыздар. Тағы да жақсылап тұрып қасықтың көмегімен барлығын толықтай араластырып алыңыздар. Барлығын толық араластырып болғаннан кейін 35-40 грамм сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып, електен өткізілген дайын ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бәрін бірден салмаңыздар, бөліп салыңыздар. Өтте сондай жұмсақ қамыр иленіп шығады. Мінекей, барлығынды бірден салып жіберуге болмайды. Барлығын бірден салсаңыздар, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Толықтай осылай ыдыстың шет-шетін бәрін тазалай отыра қамырымызды ортаға жинақтайтын боламыз. Жинақталған қамырдың үстіне еріп тұрған сары майымызды толықтай құйып, осы ертілген сары май біздің қамырымызға толықтай бойына сіңгенше жақсылап тұрып, кемінде бір 10-15 минут араластырыңыздар. Мен әдейі видеоны үзген жоқпын, кескен жоқпын. Қарасаңыздар болады. Мінекей, өтте сондай жұмсақ қамыр болып шығады. Міндетті түрде сары майды толықтай бойына сіңіріңіздер. Осылай ішіне қайтара 4-5 мәрте жасасаңыздар болады. Бетін міндетті түрде пакетпен жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қойыңыздар. Сонда біздің қамырымыз толықтай өзі көтеріледі. Мінекей, осындай болып көтерілуі керек. Шамамен менің мына жерде 9 булочка шықты. 9 булочканың қамырын илеп шықтым мен. Описанияда граммы көрсетілген, сіздерде солай жасасаңыздар болады. Дәл осы видеодағыдай ұзынша етіп рулет сияқты созып аламыз да бөліктерге бөлеміз. Барлығы бірдей болуы шарт емес, өздеріңіздің қалауларыңыз. Мен мысалы мына жерде көз мөлшерімен жасадым. Сіздер арнайы таразы қойып жасауға да болады. Немесе өзіңіз дәл мен сияқты жасасаңыздар да болады. Бетін жауып, пакетпен міндетті түрде тағы да 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бұл міндетті. 10-15 минут өткеннен кейін біздің қамырымыз тағы да сәл де болсын көтеріледі. Оқтаудың көмегімен чұқалау етіп қамырымызды жайып аламыз. Көлемі өзіңіздің қалауыңыз. Осылай 4 бұрышты қылып жайсаңыз да, 3 бұрышты қылып жайсаңыз да өзіңіз білесіз. Арнайы начинка ретінде мен осындай қойытылған варенка, яғни сгущенка алып пайдаланып жатырмын. Сіздер кез келген түрін пайдалануға болады. Варенье болсын, шоколад болсын, оны өзіңіз білесіз. Бірақ осы орап жатқан кезде ұқыпты болыңыз. Мен тағы да видеода көрсетемін. Арнайы біздің начинкамыз ағып кетпес үшін жақсылап тұрып, дәл видеодағыдай қысып, содан кейін барып орайтын боласыздар. Если ағып кететін болса, асты күйіп кетеді, дәмі де өзгеріп кетеді. Сол себепті барынша ұқыпты қылып жасаңыздар. Енді бетін осылай майлықпен тағы да жауып қойыңыздар бір 5 минуттай. Сонда да толықтай көтерілетін болады. Осы кезде пешті жақсылап тұрып қыздырып алыңыздар. Және жұмыртқаның сары уызы мен сүтті араластырып бетіне жақсаңыздар, өте әдемі жылтырап шығатын болады. Толықтай осылай жағып болғаннан кейін пешке жіберетін боламыз. Пеште шамамен 30-35 минутқа қойсаңыздар, толықтай пісіп шығады. Мінекей, бетіне сахарный пудра септім. Сіздер сеппей ұсынсаңыздар да болады, себуге де болады. Жұп-жұмсақ, дәл қазір ыстық болып тұр. Соның өзінде де жұп-жұмсақ үл-пілдек болып шығады. Егер сіздерге осы видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.